Біздің таяу шығысқа сапарымыз 2023 жылдың қыркүйек айында өткен. Ол кезде өңір қазіргіге қарағанда тыныштау еді. Жағдайдың мұншалықты ушығатынын болжаған да жоқпыз. Соғыста қарапайым адамдардың еш кінәсі жоқ сәбилердің зардап шегіп жатқаны бізді қатты алаңдатады. Мәселе жақын арада шешіледі деп үміттенеміз. Видеодағы эмоциямызды қазіргі ахуалмен байланыстырмауларыңызды сұраймыз. Ендеше бастайық. Бұл өңірге барғандағы мақсатымыз Әл-Құдыс, яғни Иерусалим шаһарын көру еді. Мұнда мұсылмандар қастерлейтін Әл-Ақса мешіті, иудейлер үшін маңызы зор Зар қабырғасы мен христиандар тауап ететін киелі табыт орналасқан. Дегенмен ұшақтың ыңғайына қарай Иерусалимге бірден жете алмадық. Сол себепті сапарымыз Тель-Авивтен басталды. Бұл жерорта теңізінің жағасында орналасқан қала, қаржы және мәдени орталық. Халқының саны 500 мыңға жуық. Ең қызығы әуежайда күтпеген кездесу болды. Әжетхана маңында өзімізге таныс тілде сөйлеп жүрген кісілерді байқап, бірімен сұхбаттастық. Бұл Өзбекстаннан келген бірнеше жылдан бері Израильде жұмыс істейтін Дилдора есімді әпкеміз. Yaxshimisilar? Жақсымыз. Қашаннан бері Израильдесіз? 7 yil bo'ldi. 7 жыл. 7 yil. Жұмыс істеуге қалай? Жағдай бар ма? Yaxshi, yumushlarimiz ham yaxshi. Qiyin emas, unaqa. Oyligimiz ham yaxshi. Сол айлығыңызды естіп қалдым мен. Oyligimiz yaxshi. Құпия болмаса айтсаңыз, қанша аласыздар сіздер? Salkam $3000 qolamiz. Бұл бір айға, иә? Da, bir oyga. Haftada bir kunimizdan bir kunni hamma joylarni aylanamiz. Yashash yaxshi yomon emas, hamma narsada yetarlicha. Qiyinchilik yo'q. Shu farzandlarimiz, oilaviy hammamiz yashaymiz. Саяхаттаймның негізі ең көп көрілген видеосы бұл бізде Өзбекстан, жалпы Өзбекстаннан оқырмандарымыз, көрермендеріміз көп. Бұл жақта өзбектер қаншалықты көп? Oxirgi 3 yildan keyin juda ko'paydi. Chunki bizada рабочий viza bilan ham kelishlar ko'paydi, yo'llar ochildi. Prezidentimiz bular bilan bordi keldilar, yaxshiladi. Bu prezidentimiz bilan. No, yaxshi ishlashga, misol keladi hamma. Hamma davlat, qozoqlar bor, rus, hamma Xitoy, Amerikadan keladi. Әжетхананың қасында сұхбат алып тұрық, енді сондай жағдай болып қалды, сондықтан айып етпессіздер. Рахмет сізге көп. Sog' bo'ling. Rahmat. Мен сіздің нөмірін жазып алайын, мен сізге жіберемін біздің байланыста боламыз. Келе салып осынша ақпарат алғанымызға қуанып, Дилдора әпкемізбен қимай қоштастық та шекаралық бақылаудан өтіп, қонақ үйге беттедік. 28 қабатты ғимараттың 8-ші қабатына қоныстандық та қалаға шықтық. Ақыры келген екенбіз, Тель-Авивті бір аралайық дедік. Бірден Джаффаға бардық. Бұл жер бетіндегі ең көне қалалардың бірі. Джаффа туралы деректер 3,5 мың жыл бұрынғы көне Мысыр жазбаларында да кездеседі екен. So we are standing on Jaffa, top of the hill. This hill is actually an artificial hill who are made of many layers of history throughout civilization timeline. So we are standing at the top. This is present time, but if we will go down, we will end up at 6,000 years ago when the Canaanite people lived here. So old Jaffa is one of the oldest places we have records on in Israel. Қазір Тель-Авивтің бір ауданы сияқты көрінгенмен, Джаффа бөлек қала болып есептеледі. Керісінше, Тель-Авив бұрын ескі шаһардың маңына салынған кішкентай елді мекен еді. Мына ағашта не өсіп отқанын білесіздер ме? Анау тұрған екен. Жерге түсіп жатыр. Мынау кәдімгі құрма ғой, құрма. Құрма ағашынан мынандай құрмалар түсіп жатыр. Әлі піспеген толық. Кішкене тәтті дәмі бар.
Кәдімгі құрманың дәні. Біздің бақшаларда алма, өрік өсіп осылай жерде жатады ғой. Тура сол сияқты бұл жерде құрма жерде жатырды. Қызық көрінеді екен. Бұл жерде Мысырдың қақпасын көріп тұрмыз. 4000 жыл бұрынғы архитектура, 3200-3300 жыл бұрын болған оқиғалар және қазіргі кезге дейін таймлайны, яғни хронологиясы мына жерде жазылған. Бүкіл тарихи оқиғалар сипатталған. Меніңше мынау жақсы әдіс, өйткені оқып тарихпен таныса аласың. Джаффаның көнелігі қатар жатқан бірнеше көшемен шектеледі екен. Одан арырақ жүрсеңіз, заманауи қалаға тап боласыз. Жайма базар, мейрамханалар мен түрлі сауда орындары. Шынын айтқанда көрер қызық көп емес. Бір қызығы әртүрлі дін өкілдері тұратындықтан бірде азанның дауысын естисің, бірде шіркеудің қоңырауы соғылғанын естисің. Айтпақшы, Израиль жайлы влогта біз саясат тақырыбын қозғамаймыз, себебі бұл салалардың эксперті емеспіз. Біздікі travel блог, сондықтан да танымдық сипаттағы контент болады. Тек өзіміз білетін ақпарат айтамыз және мейлінше танымдық мәлімет беруге тырысамыз. Ал енді Иерусалиммен танысайық. Бұл қаланың іші діни нысандарға толы. Аралап жүріп басың айналады. Мешітке асыққан мұсылман, көз жасына ерік берген иудей, пайғамбардың табытын көруге келген христиан. Бәрі осында. Айта кетерлігі, Иерусалимнің арабша атауы Әл-Құдыс болады. Қазақшаға аударар болсақ, киелі, қасиетті деген мағына береді. Бұл шаһар 10 жылдан астам уақыт күллі мұсылманның құбыласы болған. Хижраның 2-ші жылында құбыла Меккедегі қағбаға қаратылды. Біз қаланы зерттеуді Зәйтүн тауынан бастадық. Бұл Иерусалимнің көк төбесі іспетті. Биікте тұрып, көзіміз ең алдымен қарсы беттегі алтын күмбезге түсті. Оның сол жағында сұр шатырлы мешіт байқалады. Бұл екі нысанға кейінірек барамыз. Әзірге жанымызда не тұрғанын айта кетейік. Ал енді төменге назар салсаңыздар, тура біздің астымызда Иерусалимде ғана емес, Израильдегі ең қымбат зират орналасқан, Зәйтүн жотасындағы зират деп аталады. Бұл жерге жерлену үшін 3 талап қойылады. Біріншіден, сенің өлімің ресми тіркелу керек, екіншіден, еврей болуың керек, және үшіншіден, бай болуың керек. Себебі бұл зираттың құны $1 миллион. Бүкіл әлемдегі ең қымбат зираттардың бірі деуге де болатын шығар. Зәйтүн тауында ұзақ аялдамай төмен сүйіктедік. Көне қалаға кірмес бұрын жолай бір шіркеуге тоқтадық. Бұл жердің де тарихы тереңде жатыр. Біз қазір бір шіркеуге кіріп бара жатырмыз. Дәл осы жерде Иса пайғамбар өзінің ілімін таратқан деседі, және шәкірттерін жинап, үнемі осында жиналыс ұйымдастырып тұрған екен. Иса пайғамбар не боларын, өзінің қалай қиналарын, жалпы неге ұшырайтын алдын ала білген деседі. Сондықтан да осы жерге келіп, Құдаймен тілдескен деседі. Осы бүкіл сынақты бастан өткеруге маған күш-қуат бере көрші деп жалынып сұраған. Қазір біз шіркеудің ішіне кіреміз. Дәл осы жерде қоршалған аумақ бар. Сол жерде Иса пайғамбар тізерлеп тұрып жылаған, соңғы рет Құдайға сыйынған. Сондықтан да сол аумақтың айналасына осы шіркеу тұрғызылады. Мына жерде көріп тұрған тасымыз қазір сол Иса пайғамбардың соңғы рет Құдайға сыйынған жері, Құдаймен тілдескен жері. Сол тас сақталып қалған екен. Шіркеуден шыққаннан кейін жақын маңдағы кесенеге соқтық. Мұнда Иса пайғамбардың анасы Мәриям жерленген. Ішке кіруге болады,
баспалдақпен жертөлеге түсесің. Адам өте көп. Жағылған шамның иісінен болса керек, демің тарылып, басың ауырады. Сондықтан ұзақ жүрмей сыртқа асықтық. Ендігі кезекте көне шаһардың өзіне де жеттік. Алдымыздан еврейлер қастерлейтін қабырға шықты. Қысқасы қазір Жайжара екеуміз бөлінеміз, өйткені әйелдер мына жермен кіреді екен да, еркектер басқа жақпен кіреді екен. Сонымен бізге бөлінуге тура келіп тұр. Ең бастысы жамылғы болу керек, орамал болу керек. Ал еркектер басына тақия кию керек деді. Енді олардың өздерінің бір тақиялары бар еді ғой, мынандай бастарында тұратын. Ондай кигем жоқ, мен өзіміздің қазақтың тақиясын киіп алдым. Қысқасы Ернар солға кетті, мен оңға кетіп барам. Екеуміз енді екі жақта контент жасаймыз сіздерге. Негізі саяхат деген керемет нәрсе ғой. Естігеніңді көзбен көру, ол бөлек әңгіме, бөлек дүние. 1000 рет естігенше бір рет көзбен көрген жақсы. Неге барып сен сыйынбайсың, бірақ барып тарихтың қойнауына сүңгіп, сенің көкжиегіңді кеңейтетін мәліметтерді алып қайтасың. Сол үшін тарихи нысандарға бару керек, сол үшін діни нысандарға бару керек деп ойлаймын. Мына жақта міне қасиетті кітаптары, сан түрлі кітап бар екен. Тәурат болса керек, неше түрлі әдебиеттер соған байланысты. Иврит тілінде жазылған, мұнда міне ағылшынша жазылған екен. Кітап өте көп. Қараңыздар, мына жақта да міне кітап көп. Адамдар келіп оқып жатыр, қайтадан қойып жатыр. Бұл ғибадатхана тау деп аталатын биік төбенің батысында орналасқан қабырға. Оның тарихы мынандай. Ежелде көне Израиль мемлекетін басқарған Дәуіт пайғамбар өзінің ұлы Сүлейменге Иерусалимде ғибадатхана салуды өсиет етіп қалдырады. Сүлеймен пайғамбар әкесінің дегенін орындап, қала маңындағы биік төбеге үлкен ғибадатхана салады. Ел арасында бұл нысан Сүлеймен ғибадатханасы немесе бірінші ғибадатхана деген атауға ие болады. Иудейлер бұл жерді ерекше қастерлейді. Алайда бірнеше ғасыр өткенде жаңа Вавилон патшалығының шапқыншылығы кезінде ғибадатхана жермен жексен етіледі. Араға уақыт салып ендігі Вавилонда құлайды. Оны жаулап алған Кир патша Сүлеймен ғибадатханасын қалпына келтіруді бұйырады. Кирді кім өлтіргенін тарих пәнінен білетін шығарсыздар. Ол енді басқа әңгіме. Сонымен жаңа салынған ғимарат екінші ғибадатхана деп аталады. Дегенмен біздің заманымызға дейінгі 70-ші жылы Рим империясының әскері бұл ғимаратты да тас талқан етеді. Еврейлердің сенімі бойынша енді үшінші ғибадатхана салынуы керек. Сол салынған кезде ғана әлемде тыныштық орнап, адамзат бақытты ғұмыр кешеді деген сенім бар. Кейбір кісілер іштей дұғаларын айтып жатыр, кейбір кісілер дауыстап айтып жатыр, кейбір кісілер жылап жатыр. Қабырғаны ұстап, өзінің арман тілектері жазылған қағазды бұрыш-бұрышқа кіргізіп, көз жасына ерік беріп жатқан әйел адамдар өте көп. Көрініп тұрандай, кеудені бір қысады ғой, кеудеңе жиналып қалады ғой, бір шер, реніш, өкпе, әртүрлі эмоциялар шықпаған. Сосын сен оны шығарған кезде, шеріңді шығарған кезде бір дыбыс шығады. Ол жай ғана бір көздің жасы емес, бір қиналып жылау дейміз ба, мен сондай аңырсыған дауыстарды естідім. Алдыңғы екі ғибадатханадан қалған мұра осы қабырға ғана. Ал олардың іргесі қаланған төбе ғасырлар бойы иудейлер үшін жабық болды. Сондықтан еврейлер осы қабырғаға келіп, Құдайға сыйынып, қираған ғибадатханаларды еске алып, шарасыздықтан жылайды екен. Өздері батыс қабырға деп атағанымен, олардың мұнда келген сайын жылайтынын көрген басқа ұлттар бұл жерді зар қабырғасы деп атап кеткен. Сондай-ақ мұнда келген адамдар қағазға армандарын жазып, сол орындалады деген сеніммен қабырғаның бұрыш-бұрышына, тастардың ортасындағы тесіктерге қыстырып кетеді. Қараңыздар, мүлде тесік қалмаған, қағаз көп. Бүкіл жерінде қағаз салып тастаған. Адамның бойын жететін жердің бәрінде қағаз. Мына қағаз тұрмайтын жерлерге де мына жерге. Қандай қызық,
қабырғаның көрінісі. Қысқасы мен кіріп шықтым, енді Ернарды күтіп тұрмын. Негізі 20 минутта келсеміз деп уәде еткенбіз, бірақ мен 5 минутта шықтым. Не екенін білмеймін, ұзақ тұра алмадым. Келіп жатқан адам өте көп. Келіп бір 10-15 минут тұрады да кетіп жатыр қайтадан. Міне Ернар сіздерге арнап контент жасап жатыр, бір нәрсе сөйлеп жатыр. Жазира, қалай екен? Айттым ғой, міне Ернар. Мен сені ана жақтан түсіріп келе жатырмын ғой, білесің? Мен салыстыру жасадым, Ернар. Мына жерде ер адамдар сенатын жер, мына жерде әйел адамдар сенатын жер. Айырмашылық байқалады деймін да, қаншалықты әйел адамдардың эмоционалды екені. Ана жақта халық 5 есе көп. Көп па? Көп. Сендерде ары кетсе 20 адам тұр ана жерде жаңа сеніп тұрды. Әйелдер жақта адам көп. Отырып, кітап оқып жатқан, сеніп жатқан әйелдер. Ана жерде орындықтың өзінде отырған әйел көп па? Қандай әсер алды жалпы? Кішкене бір 5 минут видео түсірдім де шығып кеттім. Мен қашаннан бері сені осы жерде күтіп тұрмын. Өйткені қатты сеніп тұрған адамдардың қасында сен тұрсың, сенбей. Сенің мақсатың тек қана видео түсіру. Менің энергетикам оларға бәлкім кедергі келтіре ме деген уайыммен мен шығып кеттім. Ал енді қабырғаның жоғарғы жағында не барын көрейік. Мұнда біз Зәйтүн тауынан қалаға қарағанда атап өткен 2 ғимарат тұр. Бірі Алтын күмбезді Кубат ас-Сахра мешіті. Қазақшаға аударар болсақ, жартас күмбезі деген мағына береді. Екіншісі сұр шатырлы Әл-Ақса мешіті. Қазақша мағынасы шалғайдағы мешіт болады. Әл-Ақса мешітіне келдік. Өкінішке қарай Жазираны ішке кіргізбей қойды. Себебі бұл жаққа кіру үшін хиджаб киіп келу керек екен. Сосын мешітке кірер кезде қатты тексеріс болды. Тіпті сол жерде қарулы адамдар тұр. Түгел қарап, сонымен сол тексерістен бәрінен өтіп ішке кірдім. Мешітке маған да кіруге болар еді. Өйткені дәл жанында 50 шекілге хиджаб беретін орын бар екен. Бірақ қарулы адамдарды көргенде сол жерде не істерімізді білмей тосылып қалдық. Күзетшілердің тілін де дұрыс түсінбей, Ернарды камерамен кіргізгеніне қуанып, артық әңгіме айтпауды ұйғардық. Сосын Жазира сыртта қалғандықтан асығамын деп камераның фокусында дұрыстамаппын. Барлық жерде түрім бұлдыр болып шығыпты. Бұл 2 мешіттің де мұсылмандар үшін орны ерекше. Дәл осы жер исламдағы Исра және Миғраж оқиғасымен тікелей байланысты. Бұл түнде Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Меккедегі Әл-Харам мешітінен Иерусалимдегі Әл-Ақса мешітіне бір сәтте Исра, яғни түнгі сапар жасайды. Одан Миғражға 7 қат көкке көтеріліп, дүниеден өткен барлық пайғамбармен кездеседі. Үнемі құлшылықта жүретін періштелермен жолығады. 5 уақыт намаз осы түнде парыз етіледі. Сосын тағы бір айта кететіні, мешітке кірген кезде сыртта тұрған күзеттің біреуі тоқтатып алып, калимаға тіліңді келтір деп өтініш айтты. Калиманы айттым, содан кейін ғана кіргізді. Мешітте адам қатты көп емес десе де, бұлай салыстырмалы түрде айтар болсақ, кәдімгідей біраз адам бар. Қазір елдің бәрі демалып, ұйықтап жатқандар өте көп. Демалып, кітап оқып отқандар бар. Ішінде үлкен-үлкен желдеткіштер орнатылған. Өйткені бұл жер өте ыстық, кішкене салқындық беріп жатыр. 2 мешітке де кірдім. Екеуі де әдемі етіп салынған. Мұнда жүргенде ерекше әсер аласың. Жүрегің дүрсілдеп, біртүрлі уайымдап та кетеді екенсің. Кубат ас-Сахраның күмбезі биік, алыстан көзге түседі. Іші неше түрлі оюмен әрленген. Ортасында үлкен тас бар. Оның айналасын қоршап, арнайы жарық түсіріп қойыпты. Ал Әл-Ақса болса сәл қарапайымдау етіп салынған. Бір қарағанда айналадағы басқа ғимараттардан өзгешелігі жоқ сияқты. Бірақ бұл мешіттің мұсылмандар үшін маңызы зор. Меккедегі Қағба, Мединедегі пайғамбар мешіті және Иерусалимдегі Әл-Ақса мешіті қасиетті болып саналады. Мешіт іші кең. Біреулер кітап оқып, енді біреулер жай ғана демалып жатыр. Шатыры биік, қазақша оюға ұқсайтын өрнекті деп байқап қалдым. Шыны керек, жаңа мешіттің сыртында қатты тексергенін және қарулы адамдарды көрген кезде, ішке кіргеннен кейін камераны ұстатпай, артық ары-бері жүргізбей қинайма деп уайымдап едім. Бірақ ондай болған жоқ. Іште бәрі тып-тыныш, бәрі әдемі, бәрі жақсы. Ешкімнің ешкімде шаруасы жоқ. Видеоға түсіресің бе, басқа нәрсе істейсің бе, тіпті
керісінше адамдар келіп қандай да бір көмек болса көмекті салам, ары бері алып жүре алам, қай жерді нені көрсетейін деп сұрап жатыр. Іші мүлде басқаша екен, шыны керек. Мешіттер үлкен аумақты алып жатыр. Айналасы керемет, бақшасы бар. Қала ішіндегі қарбаласты ұмыттыратындай тыныштық орнаған. Ары бері серуендеп, дем алып жүрген жан көп. Бұл жерде не үшін қарулы адамдар тұр деген сұрақ туындайды. Қысқасы, міне, қараңыздаршы, міне, полицияның нелері мынандай осылай жасап қойғанды. Тура мешіттің жанында шекаралық полицияның бөлімшесі тұр, Ернар. Тура мешітте кірдің ғой мына жерде, соның мына бұрышында бордер полиция, шекаралық полицияның бөлімшесі тұр. Жалпы айта кететіні, біздің гидіміз еврей ұлтының өкілі ғой. Ол бізді жаңағы Әл-Ақса мешітіне апарғысы келген жоқ. Жалпы тек сыртынан қарап өтеміз дегендей сыңай танытқан. Дегенмен біз ол мешітке баруымыз керек, ол біз үшін маңызды деп қоймағаннан кейін ғана бізді сол жаққа апарды. Бірақ оны ішке кіргізбеді. Яғни тіпті мешіттің айналасына жақындатпады десек те болады. Ол жаққа баруға бір шетінен өзі де кішкене жүрексінген сияқты. Өйткені кіріңдерді, ал мен осы жерде қарап тұрам деп сол жерге бізді қалдырып кетті қысқасы. Өйтіп уайымдайтындай да жөні бар екен. Ол жерде әсіресе сыртында күзет өте қатты. Жаңа қарулы адамдарды көрген кезде және олар саған қабағын шытып қараған кезде өзің бір түрлі болып қаласың. Мен шынымен де мешітке келдім ба, әлде қайда келдім, не болды деп. Сөйтсек ол деген өз шекаралық аймақ екен, арабтар мен еврейлердің. Сол жерде шекаралық аймақ болғандықтан да сондай жағдай. Қысқасы, Иерусалимде діни ахуал, ұлттық жағдай кішкене ушығып тұрғандықтан қалада осындай келеңсіз жағдайлар орын алып тұрады. Оқып көріп жүрген шығарсыздар жаңалықтардан. Осындай жағдайлар орын алып тұрады, неше түрлі қақтығыстар болады. Бұл жерде кез келген жерде қазір бір шу шығып кетуі мүмкін, бір жерден бір ұлтараздық туындап кетуі мүмкін да. Сондықтан бұл жердегі құқық сақтау мекемелері, жалпы полиция, әскерилер бұндай жағдайға өте қатты қарайды. Қадағалау өте қатты. Бұрыш-бұрышта полиция, бұрыш-бұрышта автомат асынған әскерилер, яғни бұл қала үшін бір әскери адамның автомат асынып жүруі қалыпты жағдай. Әсіресе нәзік жандыларды көрген кезде суық қару асынып тұрған денеңді дір етеді. Мен үшін андай не да? Үйреншікті нәрсе емес қой. Сондықтан маған көзіме ерекше түседі, оттай басталады. Қыздар күліп тұрады бетіңе қарап. Жаңа біз бір әскери қыздан жол сұрап едік. Жол емес, халықтың санын сұрай салып едік. Иерусалимде қанша адам тұрады. Десек, не үшін қызығып жатсыз, жалпы не үшін ол сұрақты қойдыңыз дейді. Яғни ол бізден бірден күдіктеніп отыр да. Сосын біз оған осындай YouTube арнамыз бар, сол үшін ақпаратты білгіміз келді. Интернетте әртүрлі дерек кездеседі, қайсысы дұрыс деп сұрағанда жақсы көмектесейін деп. Қарым-қатынасы бірден өзгерді. Ғаламторға кіріп бізге нақты санын айтып берді. Қысқасы, Иерусалим ол тек еврейлердің қарамағына қарамайды, бұл жерде бірнеше аудан бар. Жалпы 4 аудан бар деседі. Ол армяндар ауданы, еврейлер ауданы, мұсылмандар ауданы және христиандар. Біз қазір мұсылмандар ауданынан шықтық, Біз қазір мұсылмандар ауданынан шықтық та, қазір еврейлер ауданындамыз. Сосын қазір христиандар ауданына барамыз. Мешіттен кейін көше аралап, қасиетті табыт деген жерге жеттік. Христиандар оны Құдайдың табыты деп атайды. Аңызға сәйкес Иса пайғамбар Иерусалимде креске шегеленіп қайтыс болады. Сол күні Жүсіп есімді кісі оның денесін сұрап алып, бір үңгірге апарып жерлейді. Үңгірдің аузын дәу таспен жауып, алдына күзет қояды. Арада 3 күн өткенде Иса пайғамбар қайта тіріледі. Сол сәтте жер сілкініп, дәу тас орнынан қозғалып кетеді. Аспаннан періште түседі. Оны көрген күзетшілер қашып құтылады. Қайта тірілген Иса пайғамбар шәкірттеріне барып, өзінің соңғы өсиеттерін айтқан деседі. Ұзақ жылдар бойы ол өңгір қайда орналасқаны белгісіз болған. Тек 4-ші ғасырда табылып, қазіргі күні христиандар зиярат ететін қасиетті орынға айналды. Иерусалимді аралап болғаннан кейін Тель-Авивке оралдық. Екі қаланың айырмашылығы қатты байқалады. Бірі көне, дәстүрді сақтаған,
екіншісі жаңа әрі еркін. Джаффа бізге аса жақпағанын айттық. Дегенмен, одан бөлек Тель-Авивте баратын жер көп. Бұл шаһар өзінің музейлерімен мақтана алады. Солардың бірін тамашалауды жөн көрдік. Суреттерге сүйсініп, әлемдегі ең жіңішке үйге кірдік. Артынша теңіз жағасына барып суға түстік. Су күшті, бірақ тұзды. Тамағыма кетіп қалып, қышытып тамағымды. Бірақ айтып отырмын ғой, аса толқындары жоқ, сондықтан жүзуге болады. Жағалаулары күшті екен. Туристер емес, жергілікті халық. Жұмыс күні, бүгін бейсенбі, демалып жатыр. Соған таң қалып жатырмын. Қалай бейсенбі күні кешкі уақытта осылай жағалауға келіп, отырып демалуға болады. Күшті. Жағажай қатты таң қалдырды. Мұндай болады деп күтпедік. Бәрі тегін жағажайда. Ақыл ештеңке жоқ. Жағажайға кірген үшін ешкім ақша алмайды. Бір, одан кейін отыратын орындықтары, жататын жатқыштары бәрі тегін. Одан кейін су тұзды болғаннан кейін одан кейін душқа түсуің керек қой. Душқа түссең де ол да тегін. Қараңыздар, енді аяқ жуу үшін де мынандай жасап қойған арнайы. Қандай күшті. Енар, егер біз мына затпен жүрміз ғой, егер затты қалдырып, затқа уайымдамай жүзгің келсе, ана жерге қалдырып кетуге болады. Қысқасы қалалық жағажай осындай екен. Келіп суға түсесің де, сонымен демалып, күннің батқанына қарап, қайтадан үйге қайтасың. Су жып-жылы, су тамаша, пальмалар өсіп тұр. Майамиде жүргендей боласың бір шетінен. Майамиге барған адам сияқты айтайыншы. Біз видео түсіреміз дегенше күн батып кетті, ана жерде. Осымен біздің сапарымыз аяқталды. Соғыс басталып кеткендіктен видеоның көп бөлігін алып тастадық. Өкінішке қарай озбыр саясаттың кесірінен қазіргі күні саяхаттаудың өзі қиынға соғып барады. Әлем аралап, бір-бірімізді тануға ұмтылайық. Соғыс атаулы тезірек тоқтап, жер бетінде тыныштық орнасын. Ең бастысы сәбилер жыламасын. Арнамызға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Амандықта жолыққанша. Сау болыңыздар.